Кешарық ұлттық арнада түнгі студия жобасы. Қошеметтеріңіз менің әріптестерім Абат Мюзикмен. Әртүрлі ойындар ғылымының докторы Бижанов Дәулет. Барлығымыз дайынбыз, шоуымызды не істейміз? Ерте айтып қойдыңдар ғой. Шоуымызды не істейміз? Кеттік! Кеш жарық, көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша, рахмет. Біз бағдарламамызды бастамас бұрын сіздерге біз Дәулеткеміз керемет әлемдегі жер шарындағы ең қысқа, нұсқа, ең арзан, бірақ соған қарамастан сұранысқа ие телехикаяны ұсынамыз. Тамашалайық, экраннан алыстамаңыздар, әйтпесе мен ренжимін. Ал кет. Мен абақтыдан қашып шықтым. Енді мені комиссар Прокаш соңымнан қуып келеді. Сені бір жерге тығып қою керек. Чете, мен білемін не істейтін. Саған жаңа құжат жасатып, ұшаққа билет алып, Мед институтқа түсу керек. ол өте ұзақ қой. Оған дейін Прокаш мені ұстап алады. Ағаштың артына тығыл. Я. Жоқ, сен ағаш бол. Керемет. Сендер оны қайда тығып қойдыңдар? Айтыңдар тез. Кімді? Мен бәрібір оны мұнда екенін білемін. Мен бәрібір оны тауып аламын. Себебі ол абақтыдан қашқанда мына қызылдағын түсіріп алған болатын. Бұл сенікі емес. Саған болмайды. Сенде бар. Саған екеуі қажет емес. Сенікі емес, ағаш. Ұсталдың ба, ағаш сымақ? Керемет. Ұнады ма, Дәулет? Маған қатты ұнады. Мынандай қысқа, нұсқа телехикаяларды көп шығару керек. Жақсы екен. Рахмет, бағдарламамызды жалғастырамыз. Осындай телехикаялар шынымен де көп болсын, жарнамасы жоқ. Сонымен құрметті достар, бүгін бізде қонақта еліміздің ең мықты продюсерлерінің бірі Новая Волна және Cream Music Fest байқауларының жүлделеріне ие болған Ринго тобы, Juniors, Аюми топтарының продюсері Алуа Қонарова. Алуа ханым, қош келдіңіз түнгі студияға. Жағдайыңыз қалай? Кеш жарық. Мен көмекшім, әртүрлі ойындар ғылымының докторы Бижанов Дәулет, таныс болыңыздар. Сізді көргенімізге өте қуаныштымыз, уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Бүгін бізде қонақта Қазақстанға белгілі мықты продюсерлердің бірі Алуа Қонарова. Сіз, Алуа ханым, мен жаңа айтып кеттім, Ринго тобы, Juniors, Аюми топтарының продюсерсіз. Енді Ринго тобын бүкіл ТМД елдері білет деп айтуға болады, көптеген халықаралық байқаулардың жүлдегерлері. Қазір әңгімемізді Juniors тобы мен Аюми тобы туралы бастасақ. Juniors тобы. Дәл қазір Juniors тобының бейнебаянынан үзінді көрейік. Сосын әңгімелесеміз. Сен біз бәріміз шаршамаймыз, шаспыз, жанып тұрамыз. Қайда барамыз, не істейміз, ойсыз кешті жағамыз.
Рахмет бейнебаян. Juniors тобы туралы айтып кетсеңіз. Қашан құрылды? Топтың шығармашылығы туралы. Ну, в этом году ребятам исполняется уже. Топтың құрылғанына 2 жылдың жүзі болды. Осы уақыт аралығында жігіттердің қоржыны 3 бейнебаянмен толықты. 3-ші бейнебаянның тұсаукесері осы наурыз айында өтеді. Тұсаукесерін өткізгеннен кейін ғана елдің барлық музыкалық телеарналарынан көрсетіле бастайды. Аз ғана уақыт ішінде жігіттер елімізді түгел аралап үлгерді. Жақында Мәскеуге барып қайттық. Ол жақта 2-ші бейнебаянымызды түсіргенбіз. Қысқасын айтқанда олардың қазір музыкадан басқаға мойын бұруға шамасы жоқ. В режиме постоянной работы. Мәскеу қаласына бейнебаян түсіруге бардыңыз ба? Жоқ, бір жарысқа, сайысқа? Я сайысқа бардық біз хотели, значит, ну просто. Новая волна байқауының жартылай финалына қатыстық, бірақ қайымыз оңынан туа қоймады. Енді Juniors тобы ағылшын тілінен аударғанда кішкентай кіші дегенде білдіреді. Juniors Ringo тобының інілері. Иә, дұрыс. Бізше айтқанда кенжетайлары. Ringo тобының сондай сахналық киімдерін Juniors-қа бересіздер ме? Жоқ. Болады ғой, ол да ағасының киімін інісі киеді деген сияқты. Жоқ, Ringo тобының бұрынғы хиттарын Juniors-қа беріп. Өйткені Juniors тобының музыкалық бағыты мүлде бөлек, киінулерінде де ерекшелік бар. Қазіргі жастардың киім киесін осыдан 10 жыл бұрынғы Рингоның киіну стилімен салыстыру мүмкін емес. Қазіргі жастардың киім киесі басқаша. Ринго сонда баяғындай киіне ме әлі? Жоқ. Но все равно в любом Жігіттер қылшылдап тұрған жастар небәрі 19-20 жаста классикалық үлгіде киіндіре алмайсың. Олардың өз бағыты стилі қалыптасқан. Өз әртістерімнің стилистикасын өзгертуге құлшынбаймын. Сахнада қандай киім ыңғайлы болатыны менен гөрі өздеріне белгілі. Сондықтан олармен үнемі алдын ала ақылдасамыз. Алқалы топ талқылауының нәтижесінде сахнаға қалай шығу қажет, бейнебаянда қандай киім кию керектігі жайлы шешім қабылдаймыз. Осы Ringo тобы мен Juniors тобының айырмашылығы, мен өзім музыкадан қатты хабарым бар деп айта алмаймын. Стилі, қай стилде ән айтады Juniors? Ну, на самом деле, как вообще принято считать, что все бойсбенды одинаковые. Барлық бойсбенд бірде деген түсінік қалыптасқан. Шын мәнінде бұл кереғар пікір. Музыканттар, сыншылар, тіпті музыкадан аз-маз хабары бар жандар, ән сүйер қауым бұл топтың стилистикасының мүлде айрықша екен жіті түсінеді. Да, они могут работать и все. Ринго қай бағытқа салсаң да жан-жақты, олар хип-хоп, R&B, попса стильдерін, халқымыздың этникалық туындыларын жетік меңгерген, ал Juniors заманауи стильді таңдаған. Әзірге елімізге етене қоймаған стиль. Бұл стиль брит-поп пен поп-роктың қоспасы. Енді осы үйдің кішілері дейді, үйдің еркелері, Juniors тобының жігіттері сізге еркелей ма? Оларға қарағанда үлкендері еркелеу. Ringo, да? Иә. Біз енді барлығымызға құпия емес, көбісі біледі, Ringo тобының жігіттері сізді мама дейді. Бәрі мама атады мені. Juniors та мама дейді. Juniors, Ayumi барлығы мені мама деп айтайықшы деп өтінеді. Көңілдерін жығып қайтем. Мен ойландым, Ringo тобы мама дейді, Juniors Әже дей ма? апа дейді. Жоқ. Енді олар кіші ғой. Жоқ, мама дейді олар. Мама дейді. Аюми тобы Мама дейді. әпке. Жоқ, әпке емес. Мама дейді. Мама дейді, иә, тамаша. Онда біз дәл қазір мамалары Аюми тобына түсіріп берген бейнебаян көрсек. Жоқ, менде Juniors тобы тағы бір сұрақ бар, Juniors тобы жайлы. Juniors тобы кішкентайлар, кіші деп аударылады, сондықтан да Juniors деп қойылды. Бірақ 30 жылдан кейін жігіттер енді Қиындығы жоқ. Қиындығы жоқ, кішкен дауыс өзгертіп айта салады ғой. Juniors. Juniors. Кімде бұл? Бұлар Juniors. Juniors тобы. 60-70-ке келеді Juniors тобы да, сол жасқа жетсін деп тілейік, жақсы тілек қой. Сол кезде Juniors. Juniors. Алдарында Ринго барда олар кішкентай боп қала береді. Енді олар Ringo Juniors қай. Ағаларының ізбасарлары. Тамаша. Рахмет жауабыңызға. Ayumi тобы туралы айтып кеттік. Иә. Бейнебаян болса, көрейік. тамашалап көрейік. Табиғат әдемі, махаббат әлемі. Жақсылап қара, қала менен дала, бізде қыздар бар ма? Арайлап, атады таңдарым, алаулап, жана бер арманым. Жадырасың аспанымда, жайнай берсін жұлдыздар. Болашаққа арнай берсін әндері қыздар. Арайлап, Ayumi тобының шығармашылығы туралы айтып кетсеңіз. Қандай жоспарларыңыз бар?
Ну, сейчас у нас... Енді сіз продюсер ретінде көп топтарыңызды халықаралық байқауларға апарасыз. Аюми тобының жоспарында бар ма? Шетелге әрине шығып? бар. Вот сейчас как раз... Қазір топтың құрамы түбегейлі анықталды. Топ құрамы өзгергенін жаным қаламайды. Бұған қарсымын, кейде амал жоқ, өзгереміз. Енді өмір ғой бәрі. Бывает, так что вот... Қыздардың тобы көп ауысады, иә? Нет, у меня вот, кстати, за вот эти годы Аюмишки вот только один раз была смена состава. Вот, то есть у нас одна девочка... Жоқ, Аюми құрылғалы құрамы тек бір рет қана өзгерді. Бір қызымыз басқа қалаға ауысуға мәжбүр болды. Ол қыздың орнына тағы бір талантты әнші келді. Сонымен вот состав сейчас утвердился, и мы... Құрамы бекітілді. Енді біз, бар құпиямды ақтарып отыр мынау. Бүгін болады. Әдетте болмаған іс жайлы кесіп пішпеуші. Түнгі студияда міндетті түрде айту керек көрермендерге. Енді теперь придется по-любому так сделать. Ақыры бастадым ғой, айтайын. Халықаралық новая волна байқауына қатысатын ойымыз бар екен, бүкіл елге жариялайым. Неге бақсынамасқа? Даже если... Я, конечно, хочу, чтобы... Қыздардың финалға өткенін қалаймын. Өйткені қыздарым шетінен өнерлі, мінездері көркем, ойдағымыз орындалмаса да, бұл қыздарға үлкен тәжірибе болары сөзсіз. Әрине. Вот, я думаю, так. Сәттілік тілейміз Аюми тобына. Бұл новая волна сайысы, байқауы биыл Юрмалада бола ма, жоқ өзгертейін деп жатыр деген? Да, Иә, биыл өзгеріс болады деп отыр, Сочиде өткізетін сияқты. Сочи. Иә, бірақ бұл әлі анық емес, өйткені қай орында өтетіні әлі белгісіз. Сочиде болса онда Дәулет екеуміз барамыз. Юрмала алысты ғой бізге. Алысты ғой шамалы. Сочида тұрған жер ғой? Иә. Өйткені Аюми тобы бізге ұнайды. Мен Аюми тобына тақпақ шығардым. Фанат. Мен фанат. Жанкүйер. Қазір мен оқып берейін ба? Иә. Ал. Аюми отыр партада ми, екі қолы қалтада ми. А дейді, Л дейді, У дейді, А дейді, Алуа дейді. Олады ма сізге? Енді осыған бір композиторге барып ән шығарсақ, сосын бейнебаян Алуа ханым түсіріп беретін шығар деп ойлап. Керемет ән. Шапалақ Нұрлан мырзаға. Рахмет. Алуахан, енді Ринго тобы туралы кішкене әңгіме қосасақ, Ринго тобының осы 2015-ке жоспарлары, естуімше жақсы жаңалықтар бар. Я в этом году... Биыл Ринго тобына 10 жыл толады. Ринго тобына 10 жыл! Сонымен, конечно, по этому поводу тоже... Бұған қатысты да жоспарларымыз шаш етектен. Жоспарыммен оңай бөліспейтінем. Но, тем не менее, мы готовимся к этой дате. Я думаю, что Енді осы айтулы шараға қызу дайындық үстіндеміз. Бұл мерейтойымыз концертке ұласады. Алматы, Астана қалаларында еліміздің өзге де өңірлерінде жеке концерт береміз. Былтырдан бері Түркия елін аралай бастадық, себебі түркиялық көрерменнің ринголықтарға ықыласы артты. Түркияға да барамыз. Сәтті болсын, көрмелеріңіз. Сонда осы жылы 10 жылдық мерейтой болады бүкіл Қазақстан бойынша концерттердің және Турция қаласында. Мен осы Ринго тобы Қазақстан эстрадасындағы топтардың ішінде бір ерекше топтардың бірі деп айта аламын. Барлық бейнебаяндар ерекше түсірілген. Қателеспесем, көбісі шетелде түсіресіздер. Неліктен? На самом деле... Мені көпшілік ауырдың үстімен жүруге шебер продюсер деп айтады. Шетелде бейнебаян түсіру оңай шаруа емес. И дороже, и сложнее, потому что там, в том же Бангкоке или в том же Стамбуле свой менталитет. Күрделі қымбат. Бангкок пен Стамбулдың менталитеті бөлек. Техника, басқа да керек жарақпен қамтитын кинокомпаниялармен келісуге тура келеді. Там просто так не снимешь. И аға көке жоқ ондайды оларда. И там просто так не снимешь, там нужно брать разрешение за каждый метр, где ты снимаешь, то есть за это и платишь. Ол жақтың жұмысы тым қиын. Әрбір метр үшін жауап бересің, ақысын төлейсің, қала басшылығына хат жазып рұқсат сұрайсың, бірақ қиындығынан гөрі қызыға басым, жауапкершілігін 2 есе артады. Көңіл күйін көкке шарықтайды. Потом, как правило, когда создается песня, сразу, допустим, у меня в голове... Ән шыққан бойда менің көз алдыма небір бейне көріністер тұра қалады. Я сразу понимаю, что такие-то, ну, как бы... Декорация мынадай болу керек деп, сосын топшылаймын. Сонда барлық бейнебаянның авторсы сіз ғой? Ну, по идее, я придумываю, да. Мен сценарийін емес, идеясын ойлап табам. Потом мы обсуждаем это с режиссером. Сосын ең жақын пікірлесім режиссер Валерий Задорновскиймен ақылдасамыз. Бейнебаянда қалай көргім келетіндігін айтам. Ол менің ойымды айнытпай жүзеге асырады. Рахмет. Алуа ханым, Инстаграм деген жақсы болды.
кім қайда екенін көріп тұрасың. Жақында Инстаграмнан көрдім, Ринго тобы Европада, Прагада концерт берді. Иә. Сол туралы айтып берсеңіз. Тек қана Прагада емес, Дубайда Я болдыңыздар. в Дубайда Булдык. Но это не первые заграничные гастроли. Ребята уже побывали так, в ряде стран. Шетелге алғашқы сапарымыз бұл емес, бұған дейін бірнеше елде концерт қойдық. С концертами, я имею в виду. Южная Корея. Они были дважды в Китае. В Пекине. Стамбул, Анкара, Оңтүстік Корея, Қытайда үрімшіде 2 рет концерт берді. Сейчас так навскидку уже не вспомню. Ну, Киев, Москва, Бишкек. Бишкек, Душанбе, это само собой. Париж, Киев, Мәскеу, Бішкек, Душанбеде болдық. В Прагу мы прилетели по приглашению нашего посольства. Прагаға сол жақтағы өзіміздің елшіліктің шақыртуымен барып қайттық. Артистов. На свой страх и риск впервые эстрадных артистов. Как правило, на таких... Олар ресми қабылдауға тәуекел етіп, өз елінің эстрадалық әртістерін шақыртыпты. Фольклорные или оперные. Принято, да. Современно они решили сломать стереотипы. Мұндай салтанатты шараға көбіне фольклорлық ансамбльдер шақыру үрдісі қалыптасқан. Лично выражал Олар салтты өзгертіп, эстрада әншілерін алдыртты. Дән риза болды. Елшінің өзі бізге алғысын жаудырды. клубов в Праге. Бір-екі күннен соң Прагадағы ең мықты әлемдік желісі бар фэшн-клубта концерт берді. Вот. Там они дали концерт. Потом тоже прошел с успехом. Вот. И вот буквально... Концерт өте сәтті өтті. Жақында Дубайдан оралдық. Астана вело командасының ресми отырысын концертке ластырдық. Қошеметтеріңіз тамаша. Енді Ринго тобы туралы айтқан кезде есімізге бірден түсетіні топ өте энергетика жағынан, билеу жағынан өте мақты. Иә, Дәулет, сен билей аласың ба Ринго тобы сияқты? Енді билеп көрсете алам, бірақ түсірілімнен кейін аяғым батыр бәрімен қалай амандасамын деп ойлап отырмын. Олар түсінеді. Оларды көріп тұрамын. Түсіне ма? Әрине. Данияр. Қошеметтеріңіз Дәулет Жанжанов қазір Ринго тобының билерін салады. Мына жер кішкене болмайды. Кешірім сұрайын? Уайымдап тұр қошеметтеріңіз. Ау. Хоп. Рахмет, қошеметтеріңіз, Дәулет Жанжанов, тамаша. Көбінесе қимылдайтын осы, жаңа айналайын бұл жырға деп тұрап осылай. Ринго тобына қосымша жігіттер керек емес па? Жасы 21-де. 21-де ма? Ойланайық енді. Чешский тілді біледі. Алла ханым, сізге қай қимыл ұнайды Ринго тобында? Бізге көрсет мүмкін үшеуміз бірге бір билеп түнгі студияда эксклюзив ретінде. Талпынып көрейік. Продюсерлермен билеген керек. Құрметті көрермендер, дәл қазір қараймыз, Алуа ханым ойбай билейді. Самая основа. Дұрыс. Былай, Нұрлашка. Браво. Рахмет, Алуа ханым, рахмет. Тамаша биледік, бірақ мен биле алмайды екен. Бір Үйренесіз. бейім бар, соны көрсете беремін. Алуа ханым, енді кешіміздің басты тақырыбы неге еліміздегі атақты бойзбендтің аты Ринго деген сұрақты сізге неше рет қойды? Ну, наверное, раза... Еске түсіру керек, 1004 рет қойыпты. Дұрыс айтасыз, 994. Қателеспей, 994 рет сізге қойған екен, біз ғаламтордан біліп алдық. Неге топтың аты Ринго деп Алуа ханымға қойған екен. Біз енді бүгін соңғы рет қойғымыз келіп отыр, түнгі студияда. Осымен аяқтаймыз, е? Осымен аяқтаймыз. Ешкім қоймаңыздар. Бүкіл телеарналарға айтамыз, журналистерге енді қоймаймыз Алуа ханымға неге Рингоның аты Ринго деп. Жарайды ғой, соңғы рет қоямыз. Бұны енді салтанат түрде соңғы рет қойылады дейміз. Енді Алуа ханым, барлық ресми ашылу салтанатта қызыл лентаны кеседі ғой. Бүгін біз соңғы рет сұрақты қоямыз деп, бүгін байлаймыз. Еспейміз, келіңіз. Келсеміз. Барлығын айтамыз. Жақсылап ескертейік. Құрметті басқа телеарналар, журналистер, тілшілер, Алуа ханымға енді ол сұрақты қоймаймыз, осы жерде аяқтаймыз. Түнгі студияда соңғы рет қоямыз. Мен сізге сұрақ қоям, сіз жауап бересіз. Сөйтіп, кесе ма? Жауабыңыз қандай болады? Неге Рингоның аты, неге топтың аты Ринго?
Ринго в переводе с японского. Ринго жапон тілінен алма деп аударылады. Топ жігіттері негізі алматылықтар болғаннан соң осы атқа таңдау жасадық. Осылайша Рингомен сахнада жүргеніме 10 жыл болды. Болды, қошеметтеріңіз. Соңғы рет бұл сұрақ қойылды, соңғы рет жауап алынды. Енді осымен қайшымен байлаңыз енді. Қайшымен байлау керек. Қалай? Әзіл ғой, әзіл. Бұлана байлаңыз енді бұлай. Болды. Мысалы, ресми түр ашылу салтанатына кеседі ғой. Біз жабылу салтанаты. Жаптық. Міне сұрақты жаптық. Болды. Енді ешкім бұл сұрақты қоймайды. Сізде жауап бермейсіз. Уәде? Болды. Жауап бермейміз енді ішінде. Енді көшеде біреу сұраса, Алуа ханым неге Ринго десе? Болды, жауап бермеймін дейсіз ғой. Қошеметтеріңіз, енді келесі айдарымыз, Алуа ханым, бізде жұлдызға сұрақ деген айдарымыз бар. Ғаламтор арқылы біздің көрермендер сұрақ қоюда. Алуа ханым, сізге білесіз бе, Инстаграм арқылы 821 сұрақ келді. Қош, дәулет. 822 ғой? 822 ма? Соның бір жақсылап тұрып 912-сін оқиық. Бағбол 2000 дейді. Алуа ханым, сіз үшін үлгі тұтар адамдар кімдер дейді? Бар ма дейді үлгі тұтатын адамдар? Әрине бар, как у всех, как у любого человека. Ну, их, наверное, много, сейчас перечислять времени много займет. Менің де үлгі тұтар адамдарым бар. Да, с которой я всегда брала пример. Ең алдымен бұл анашым, дәл анам сияқты ақылды, шыдамды болуды аңсаймын. Такое же иметь терпение, как она. Вот. Ну, а так, конечно... Өзім үлгі тұтатын адамдар өте көп. Рахмет, Алуа. Рахмет. Тағы да бір сұрақ бар. Ол сұрақ былай. Есан Сез деген Инстаграм қолданушысы. Сәлеметсіз бе, Алуа ханым? Сіз өзіңіздің топтарыңызға тойға шығуға рұқсат бермейді дейді. Сол рас па? Жоқ, рас емес. Просто я говорила о том, что мы достаточно выборочно выступаем на тоях. То есть... Тойға таңдаулы түрде ғана қатысуға шешім қабылдағанбыз. Тапсырыс берушілерге той иелеріне көп назар аударамын. В артиста же вкладываешь очень много. Я не имею в виду денежные средства, а именно душу, сердце. Себебі әртістер үшін барыңды саласың, тек ақша емес, жүрегіңді бересің. Егер менің балаларым жалпы әртістер аяғынан тік тұрып, ән айтып тұрғанда, өзгелер тамақ ішіп шайнаңдап отырса, жүрегім ауырады. Әртістің орны той емес, үлкен сахна деп есептеймін. Таныстардың ба? Алуа ханым, жауаптарыңызға рахмет. Біздің көрермендер де риза. Енді келесі айдарымыз келген қонақтармен ойын ойнаймыз. Әртүрлі ойындар ғылымның докторы Бижан Дәулет ойын шартын түсіндіреді. Құрметті көрермендер, дәл қазір арнайы Алуа ханымға тапсырыс берілген ойын. Бұл сізге ғана арналады. Арнайы шығардың. Иә, бұл басқа бір қонақ келіп ойнай алмайды. Өйткені бұл болады ғой, бір арнайы көлік тапсырыс беріп, соны өзіңіз жүргізесіз. Сол сияқты арнайы сізге ойын. Ойнаймыз ғой? Ойнаймыз. Музыкалық ребус. Сіз білетін әндердің ребустары. Яғни караоке сурет деп атасақ та болады. Суретке қарап, әнді есіңізге түсіресіз. Әрбір сөзін деп айтайық, тармағын деп айтайық. Сол кезде жақсылап тұрып ән айтатын боласыз. Ойын шарты бойынша үшеуміз ойнаймыз ба? Алуа ханым бір өзі? Алуа ханым ғана ойнайық. Арнайы тапсырыс бердік қой. Сонымен қошеметтеріңіз, шапалақтарыңыз бастаймыз. 1, 2, 3. Алуа ханымға қолдау көрсетейік. Қандай? Көрермендерді көрсетсең. Может, там написано, что... Не жазылған өзі? Ештеңе жазылмаған. Вот, да, сен кішкене көмектесші. Көзі бар. Көзі бар. Нау, той ма? Той. Той. На фотографии не жас қыз ба? Жас па. Илья Ильин. Бірінші орын. Қандай ән болу мүмкін?
бұл әнді сіз талай рет тыңдағансыз, қалай айту керек екен де айтқан боларсыз. Онда бейнебаянына да Онда талай рет айтсаңыз, онда Ринго тобының әні деп ойлаймын мен. Ринго болмауы да мүмкін. Сізде 3 топ бар ғой. Басынан бастайықшы, Алуа ханым. Бірінші сурет. Көзі әдемі. Қалай? Көзімнен, түрінен айналайын. Мынаған арналады, бір суретке. Екінші? Бақыт. Я думал, это 4 песни получается. Нет, бір өлеңнің... Арғарай кете береді. Қараңыз, көзіңнен... Түрінен айналайын. Қарасаңшы әдемі ғой. Айналқына кетейін түрінен. Түрі әдемі, Сосын? Бақыт деген сөз жоқ па отбасы, бақыт... Волноваться етіп тұрмын да, кішкене. Бақыттан, шаттықтан. Айналайын, Келесі бақыттан, сурет. шаттан. Қыздар, Қалай? Көмектесейік? жандарым сол еркелеп майысқан. Еркелеп майысып тұр. Жүрегім айналып қана кетейін. Жүрекпен вот қыздар істейді. Дәл таптым ма? Көрейік. Күлкіден айналайын, бақыттан шаттықта айналайын. Өте керемет ойын. Кездерде. Не просто. Екінші сурет бар. Енді бұл нақты бір топқа қатысты болмауы да мүмкін. Көрермендерге бір Енді көрсетіп логиканы іске қосайық. Логика. Мен көмектесем. Бүкіл Даяшы той, ет. Қарны аштыр өзінің, даяшының. Ескеп бара жатыр. Екінші сурет трактор, ауыл, жас жұбайлар. Басқа ұлт. Ринго. Ринго ән айтып жатыр. Өтірік, гүлдер дегенім ғой. Сосын Бөпе, бөпешка. Бөпе, Екісі бар, төртісі бар. күліп жатыр, е? И? Төртісі бар. Бөпенің үндері бізге не сыйлайды? Шат. Сонымен қалай не білем? Ән салайық, бибелек, бибелек, шарықтасын. Шаттық үндер, шаттық үндер. Күші әлдиле, екі жасын табыстырған жүрегі. Кәдімгідей екеуіңіз терілеп зорға таптыңыз. Мен маған өте Көрдіңіздер ма? Қандай қиын тапсырманы ойлап тапқан. Алматы. Тамаша, дұрыс! Тамаша! Тағы бір сурет бар. Сурет бар, бұл... Үш суреттен екеуін таптыңыз. По берегу, я бреду, на обнаженную смотрю на луну, она, холодна, по берегу безлюдному я бреду, на обнаженную смотрю на луну. Рахмет, Алуа ханым, керемет ойын болды. Осы суретке қарап бір ән орындап берсеңіз, Алуа ханым. Ну, я попробую. Енді сіз продюсер. Әнші емеспін ғой, айтып көрейін. По берегу безлюдному. Басқа бағдарламаларда айтқан бедіңіз? Нет. Біз Тек қана түнгі студияда. Эксклюзив түнгі студияда Алуа Қонарова ән тарту етеді. Құрметті көрермендер, түнгі студияда қонақта еліміздің үздік продюсерлерінің бірі Алуа Қонарова. Сіздер үшін ән шырқайды. По берегу безлюдному я бреду, на обнаженную смотрю на луну. Она красивая, как ты, холодна, но со своей красотой ты одна. И даже не узнаешь, как тебя влюблен был я. Ты даже не узнаешь, как тебя влюблен был